Сәлем құрметті достар. Бейнені көру үшін видео астындағы лайк түймесін басуды және бізге подписаться қылуды ұмытпаңыз. Әйел тұрмысқа шыққанына бірнеше жыл болса да, бала көтермейді. Бір күні Алланың қалауымен оның арманы орындалды. Жүктіліктің 4-ші айында әйел дәрігерге қаралуға барған. Бірақ дәрігердің сөзін естіген күйеуі екеуі аңырайып қалды. Кеудесінде көтеріп жүрген ұрық адам баласына қарағанда 8 аяққа ұқсайтын ұсқынсыз жаратылыс. Одан ертерек құтылуымыз керек. Өйткені ол дүниеге келгенде өміріңізге қауіп тудыруы мүмкін, дейді дәрігер. Олар басқа дәрігерлерге де барады. Нәтиже бірдей. Жоғарыдағы дәрігердің сөзін бәрі бірдей қайталайды. Ортада түгін шықты. Анасы баласын жіберуге дайын емес еді. Ал күйеуі туған кезде өлетін 8 аяқты туып не істейсің? Онымен бірге өлесің бе? Деді. Әйелі, жарайды. Алланың тағдырынан жазғаны осы. Мен де оның жазғанына шын жүрекпен қосыламын. Мүгедек болса да қолыма ұстағым келеді. Өлтірмеймін. Менің балам, деп айтады. Күйеуі ашуланып, әйелін ата-анасы үйіне жібереді. Жүктілік айлары әйелдің көзі нұрға бөленетін мезгіл. Сосын күтпеген уақиға болды. Әкеге ауруханадан телефон соқты. Балаларыңызды көруге тез келің. Сол құлағына сенбеген әке жалаң аяқпен перзентханаға ұшып кетеді. Я, таң қалмаңыз. Сол 8 аяқ тәрізді тіршілік иесінің 4 қанаты ғана бар. 2 ұл және 2 қыз. Тек бейшара халық құрсағында оранғандықтан ғана олардың қол аяғы бір тұтас алып денедей болып көрінетін. Әлсіз узи құрылғылары мұны дұрыс көрсете алмады. Сөзіміздің соңында сол ананың бұл илахи сыйға лайық болғанын баса айтуымыз керек. Неге дейсіз бе? Өйткені дәрігерлердің сөзін естіген ол шыдамдылық пенен ең алдымен Алланың жазғаны қаншалықты болса келісемін деген сөз болды. Кімде-кім Алланың тағдырына шын ниетпен келіссе, Алла тағала оны сондай әдемі тағдырмен разы етеді. Деп осы жерден хикаямызды аяқтаймыз. Егер біздің хикая ұнаған болса және осындай хикаялардың шығуын қаласаңыз, бейне астындағы лайк түймесін басып, достарыңызға жіберіп, арнамызға тіркеліңіз.